Құрметті оқушылар, сіздерге күнделік арқылы үй тапсырмасын қалай орындау екенін көрсетемін. Ол үшін телефондарыңызда браузер, кез келген браузерге кіріп, күнделік деп жазамыз. Және бірінші шыққан бөлікте күнделік.kz деп шығады, сол бөлікке басамыз. Сол кезде кіру батырмасын басамыз. Сол кезден кейін сіздің өзіңіздің пайдаланушы логиніңіз мен құпия сөзіңізді тересіз. Және қатесіз терілу керек. Қателесіп кетсеңіз, онда бірнеше рет қайта теру. Сондықтан асықпай қатесіз теріңіз. Және кіру батырмасын басамыз. Және кіру батырмасы басқаннан кейін жоғары бөлікте өзіңіздің аты жөніңіз шығады. Және үй тапсырмасын сізге пәндер бойынша үй тапсырмасы берілген бе екен, соны тексеру үшін мектеп деген бөлімді басамыз. Және үй тапсырмасы деген бөлімді басамыз. Және осы бойынша күн аралықтар тапсырмалар көрсетіліп тұрады. Сол кезде орындау мерзімі көрсетіледі. Мысалы, қай күн аралығында, мысалы 6 күні арқылы керек болса, бір күн 6-сынан 6-сына дейін таңдайсыз. Сол кезде қандай пәннен қандай тапсырмалар берілгені көрсетіліп тұр. Және сол тапсырманың жанынан басып орындау. Және сіз сол тапсырманың мұғалімнің берілген тапсырмасын қарай аласыз. Ол сізге міне 2 тақырып бөлім көрсетіліп тұр. Бір презентация түрінде, бір Word мәтінде берілген. Ол мәтіндерді бірінші көшіріп аласыз өзіңізге, сосын қарап, мәліметті орындап, тапсырманы дәптеріңізге орындағаннан кейін, сіз барлығын дәптерге орындап болғаннан кейін, сіз оны кері жіберу керексіз. Ол үшін файлды бекіту деген бөлімді басасыз. Содан кейін файлды жүктеу деген бөлімді басасыз. Және таңдау деген бөлімді басасыз. Сол кезде сіз не тұрады. Файл дегенді бассаңыз, сіз өзіңізде тұрған файлдың біреуін көрсете аласыз. Немесе дыбысыңызды жіберуге болады мұғалімге ұсыныс ретінде. Және камера түсіріп жіберуге болады, немесе фотоға түсіріп жіберуге болады. Енді біздер қазір уақытта дәптерге жазылған мәліметті түсіріп жібереміз. Түсірдік. Және бекіту дегенді басамыз. Сол кезде сіздің материалыңыз бекітілді. Енді сіз жүктейсіз. Тағы материал жүктейтін болсаңыз. Енді сіз мұғалімге тапсырма бойынша түсініксіз сұрақтарыңыз болса, немесе қиналған тапсырмаңыз, тағы басқа пікірлеріңіз болса, осы жерге жазып кетесіз. Немесе смайлик түрінде өзіңіздің ойыңызды білдіруге болады. Және ойыңызды білдіргеннен қосу дегенді басасыз. Сол кезде сіздің жұмысыңыз мұғалімге барады. Ал мұғалім сол арқылы сіздің тапсырмаңызды тексеріп, және сізге кері пікір қалдырады. Ал пікір сізде сол тапсырманың астында белгілі пікірлер қалады. Мысалы, тапсырманы орындалуда, тест тапсырмасы толық. Мысалы, мұғалімнің сізге кері байланыс жасаған қай жерден қате болса, осы пікір арқылы сізге кері пікір тастайды. Сондықтан оқушылар осыны мұқият тыңдап, жасап көріңіздер. Болыңыздар.